барлық менің көрермендеріме, менің каналымды үзбей көріп жүрген көрермендеріме қайырлы күн. Бүгін өте маңызды тақырыптардың бірі YouTube'қа шапканы осындай әдемі қалай қоямыз, сол туралы көрсететін болам. Оны мен қандай программамен жасадым, қалай қойдым, қалай есептеу керек, сол туралы тоқталатын боламыз. Соңына дейін көріңіз. YouTube қазір қарқынды дамып келе жатыр әлем бойынша. YouTube'сыз сіз бір бизнесті жасау, үлкен ауқымды нәрселерді, клиенттерді табу үшін YouTube'сыз елестету қазіргі таңда мүмкін емес. Өйткені бұрын сайт болатын, одан кейін әлеуметтік желілері болатын. Қазір форматтың барлығы әлем бойынша білесіздер, видео технологиясына көшіп жатыр. Қазір бір нәрсені, мысалға, как открыть магазин дегенді, мысалға, бұрын статья оқитын болсақ, неміз мақала, қазір еш нәрсенің қажет жоқ. Мысалы, бір принтерді жөндейтін болсаңыз, принтердің мақаласын оқығаннан гөрі бір рет видеосын көрген әлдеқайда тиімді. Міне сол себептен YouTube каналы қарқынды дамып келе жатыр. IT маман каналына қош келдіңіздер. Жаңадан көріп отқан көрермендеріміз болса, тіркелуді, подписаться астында тұрған батырманы басуды ұмытпаңыздар. Мен мына шапканы бүгін жасадым. Әрине, менің мамандығым өзімнің веб-разработчик, сайтпен айналысам, SEO-мен айналысам, оны қалай продвигать етеді Google-да, Яндексте, одан кейін SMM және бизнестерім бар бірнеше. Және осы жақын арада YouTube-тың бүкіл алгоритмдерін жоғары деңгейде зерттеп жүрмін. Соны сіздермен әрқашан бөлісіп отырам. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Ең бірінші, осындай каналдың бәрін жасап болғаннан кейін, мынада жоғарыда оң жағында не тұрады, кнопка басамыз. Менің осыны алдындағы байқасаңыздар, иконка мынандай. Менің әрқашан мен бір жерге сообщение жазатын болсам, менің осындай түрімді бренд есебінде қалыптастырып жаймен танитын боласыздар. Мына жерде IT маман. Мысалға мен изменить деймін, мына жерде мен дайындап қойдым. Бұрынғы байқасаңыздар, менің шапкам осындай болатын. Так, бұл жерде болмайды дейді, қазір минимальный, менің алдында дайындап қойған шапкам, қазір қателеспесем осы болу керек. Міне, қазір готово деймін, опубликовать деймін. Так, қазір тексеріп көрем, опубликование жасағаннан кейін енді обновить деймін. Міне, бұрынғы менің шапкам осындай болатын. Енді осыны әрине жақсылап дамыту үшін, жақсылап істеу үшін мен Photoshop бағдарламасын қолдандым. Photoshopта бұрыннан веб-дизайнмен айналсам, Photoshop бағдарламасын үйреніп алуға кеңес беремін. Өйткені сіз сайт жасайтын болсаңыз да, кәсіби деңгейде YouTube болсын, әлеуметтік желі, ВКонтакте, Instagram, жақсы обложкалар, баннерлер, реклама жасау үшін сіз Photoshopты ауадай білуіңіз керек. Ол керек, сол Photoshop бағдарламасы арқылы мен мына жерде мынандай шапка жасап қойдым. Міне осындай дайын Photoshop арқылы жасадым. Енді соны қайтадан осы жерге жүктейміз. Басамын. Сіздерге жалпы бұл жерді мен көрсетейін дегенім, көп біздің жас ютуберлер каналын жасаған кезде осы шапкаға өте маңызды мән беру керек. Өйткені сіз немен айналысасыз? Адамды сіз жіберіп алмау үшін көрерменді, мысалға, кейбір қарасаңыздар, ютуберлердің блогтарында, мысалы, бір салған видеосында видеосы әдемі шығады. 2000 просмотр болуы мүмкін, бірақ өзінде 30-ақ подписчик бар. Неге? Өйткені ең бірінші сізде шапкаңыз әдемі болу керек. Шапкаңыз, баннеріңіз әдемі болу керек. Осы жерде изменить деймін. Мен жаңа дайындап қойған шаблонды қоямын. Барлығы мына жерде жазылып тұр, қанша пиксельде, қанша неғадың салатының алдында көрсетіп тұрады. Сол пиксельдерді ескере отырып, Photoshopпен есептеп жасайсыз, одан кейін готово дейміз и опубликовать дейміз. Болды. Міне, одан кейін қайтадан ораламыз. Мынандай бұрынғы шапкам. Бұрын мен бұл жерде не білемін, нені жақсы білемін. Мен біраз жылдар бола жүйелік администратор қызметін атқарғанмын. Одан кейін веб-разработкамен 5 жылдан бері айналысып келем. Веб-дизайн. Осы мамандықтарды негізі жазған болатын, бірақ қазір шештім. Ең негізгі маңызды YouTube-пен айналысатын боламыз сіздермен және оның қасына сайтпен. Сондықтан обновление жасап жіберейік. Міне, бұның бәрі сотка мобильный устройстволардың бәріне есептеліп істелген. Мына жерден бастап, мына жерден екі ортасынан мобильный телефонға дейін арналған, ары қарай көрінбейді. Сол себептен YouTube каналдың өзіне стандарт бойынша жасадым. Одан кейін мобильныйға жасалды. Міне, достар, мобильныймен кіріп көріңіздер менің каналыма тіркеліп.
тіркелуді ұмытпаңыздар ең бастысы. И қалай шықты, дауыстарыңызды беріп жіберіңіз. Сіздерге ұнаса, осындай видео серия уроктарды жалғастыратын болам. 100 лайк егер шығатын болса, өте маңызды, өте трендтегі YouTube каналының алгоритмдері туралы әрқашан тақырып қозғайтын боламыз. Бізбен бірге дамыңыздар. Көріп отырсыздар, менде қазір 437 подписчик, осыны 1000-ға жеткізу мақсатымыз. Әрине менің басқа да каналдарым бар, 1000-нан асып кеткен, бірақ мен осы саланы сіздерге дәлелдеймін, қалай алда жұмыс атқарамыз. Келесі сабақта кездескенше, ағайын сау саламатта болыңыздар.